Ақтаудан Нүкіс қаласына ұшып келдім, Өзбекстанның Хива қаласын көру үшін. Нүкістен Ургенчке дейін баратын таксиге міндім. Біздің теңгемен 3200 теңге. Екі қаланың арасы 150 километр. 1,5 сағатта жеттім. Хиваға келіп қойған соң. Хивадамыз біздер. Таксиден түстім. Главный входына кірейін деп жатыр. Қонақ үйді тауып алу керек. Жергілікті адамдардан сұрап. Бұл жерде базар ма, сувенирлер басылып кетті. Хиваның гостиницасына да келіп қалдық. Кала ма? Қалай оқылатынын білмеймін. Сол гостиницаға келдік. Іші өте минимализм. Мынау әжетханасы. Этнический қылып жасаған ба? Ондай вид терезе. Күн батып кетіп еді, ашып. Badminton ойнап отыр балалар. Көшелері өте ерекше екен. Қараған кезде қайыққа кіріп келе жатыр. Біреудің ауласы ма түсінбей жатыр. Бұл жерде фотосессия болып жатыр. Атмосфера өте ерекше. Білмеймін қалай жеткізуге болатын. Көшенің 49-шы үйінде жатырмын. Көзім қайыққа қарайды, сояққа қарай жүріп жатырмын. Вообще цель жоқ пока. Мына жаққа бару керек дейтін. Бірінші зерттеу ағай. Не бар, не жоқ. Орталық көшесі. Террасы дейтін жерге келдім. Тапсырыс берейін деп отырмын тамаққа. Тамақ туралы бөлек шығарылым жасайтын шығармын. Арнайы әр өңірлердің тамақтарын көрсетіп. Бағалар енді қалай екен? 25-ке бөлеміз ғой. Манты. 45 мың манты жейтін. Біреуін таңдап осыдан. Сосын сонымен бөлсем ғой. Тамақ келем дегенше күн батып кетті. Көрейік, бұл не екен? Андай сұйық тұқырдың, атқалы екен. Жоқтамадым. Кисломолочный, баклажан, ет, перец. Нанмен жейтін бірдеңе сияқты. Нанмен жеп. Кешке жейтін тамақ екен, жеңіл. Дәмдік. Атмосфера өте ерекше. Күн батып жатыр. Көшедегі жарық шамдар қосылып отыр. Счет 120 мыңға шықтық. Кеттік. Түнгі Хиваны аралайды. Көрейік, бар екен. Мен олада түнде қандай қызық болады екен. Өте әдемі. Күшті. Ертегі түсіп кеткен сияқты екенсің. Қожа ғасырдың ертегісі ме? Алдары көсенің ертегісі ме? Орта ғасырда. Мынау енді ерекше екен. Просто картинка қылып түсіріп жүреді ғой. Кешкі атмосфераны беру үшін. Өте. Қара, музыка ойнап жатыр.
Бас киімдерді қара. Мына жақта осыны киім екен. Күн жанып тұрғанда. Хабибтікіндей не ғой? Жүн. Хабибтің попаларыныкіндей. Тал ұйықтап қалдым. Ұйқым қанып қалды. Сол, ендеше таңғы асқа кеттік. Бұл не? Қатық. Мынау самса емес екен. Ішінде орех, кішміш, сондай сухофруктылар бар. Самса. Ойлайды етпен шығар. Біз террасыдамыз. Мына қонақ үйдің менің орналасқан осындай көрініс көрінеді. Таңғы ас ішіп алдық. Енді қазір күн ысымай тұрып далаға шығып кету керек. Бой-бой қарап қаланы. Сосын әбетте сейчас сим-карта алып алдым мына дүкеннен. Адамдар мейірімді екен. Қолынан келгенше көмектесуге тырысып сөйтіп жатыр. Мына жерде сарай бар дейді. Осы жаққа кіріп көрейік. Мынаның ішіне кірдік. Дом Ибрахим Ходжиз. Мынаған 60 мың сом кіру. Андай билеті бар. Көріне ме? Тарихи музей. Қып-тыныш. Қыстың достары. Турист ештеңе жоқ. Кино түсіретін жер екен. Фотосессия, лав стори. Осындай тематикада жасау керек деп ойлаймын. Өте әдемі екен. Андай банальный емес. Басында сандық па, ол не деп түсінбей тұрмын. Оказывается, пеш екен. Жаңа музейден шықтық. Енді тамақ ішетін жерде болу керек. Күн ысыңдып тұрған сияқты. Сосын Бұхараға билет алу болу керек. Келесі күні Бұхараға жету үшін вокзалға келіп билет алдым. Кассир қыз чуть-чуть көкпеттеу. Ертеңге билет бар ма Бұхараға? Қанша тұрады деп сұрасам, справочный бюродан сұра дейді. Сосын справочный бюроға барам. Ол жақта барлығын айтады да, кассадан сатып аласың дейді. Мә қайтып кассаға бар. Еще бір-екі адам очередь бар. Уақытсыз сұра қиындау екен. Міне неге өйткен? Өз жауап берсе қиын екен. Справочный бюроға жүрмей. Вокзалдан шыққан кезде осындай көрініс көрінеді. Ичан қалаға келіп гид жалдап алдым 150 мың сомға. Хива қаласының тарихы туралы, қызықты жерлер, өзбек халқының мәдениет туралы біраз ақпаратпен бөлісті.
астында күтіп отыр. Маған көтерілу 50 000 сом. Басолдақтар бейік. Аяқтарында терезе. Салқын желі үріп тұр. Onun klasını bitti mi? Üstüne götürüldüm. Әдемі көрініс көрінеді. Хиуа шаһарында білімдарлар ордасы деп атанған Шерғазы хан медресесі бар. Бұнда Бекет атамыз дәріс алған. Атамыздың өмірбаяны және Маңғыстау туралы ақпараттар табуға болады. Христофор қанатын қорға бабамыздың карта түсіп, Американы мен аштым деді. Өзбекистан өтенім мені қанатта бар, әлемім. Как всегда. Там енді атып жатыр 6:30. Үйге барамыз. Таңғы ас ішуге. Ондай таңғы астаймыз. Таңғы ас ішіп алғаннан кейін жайлап вокзалға жол жүру керек. Вокзалға келдім. Ана жерден регистрация өтесің. И бой қарай бересің. Хиуа қаласынан Бұхара қаласына бара жатырық. Пойыздамыз. Пойыз 7 сағат 50 минут жүреді. Почти 8 сағат. Шай, сикер алып кетіп жатыр. Пойыз 8:30-да жүру керек. Сағат 8:28 болады. 2 минуттан кейін жүреді. Бұхарадан Хиуаға билет құны 120 сом. 120 000 сом. Сол вокзалдан алған дұрыс, Хиуа вокзалынан алған. Интернеттен қарап едім, Яндекс билет дегендерден. Ояқта қымбат. Шамамен 7 000 теңгедей, 7,5 теңгедей шығып тұрды. Бірге бір қосып тұр. 2 есе бой қарап отырсам. Сол. Жалпы келіп вокзалдың басынан бір күн бұрын алған дұрыс. Билет болмайды деген, бірақ билет бар екен.